Ай, бәрекелді ағайын, мынау бүгін арақ пен тамақты бүгін ғана көрген жоқпыз ғой. Осындай тойға келген соң кішкене мінекей дастарханның мәдениетін сақтап, барлық ауыртпашылықты менің әріптесім Саят Мырзаға артып қоймай жақсылап атсалысып отырыңыздар тойға. Бүгінгі кереметтей тойды мінекей жоғарғы дәрежеде атқарып жатқан тамадалардың тарланы, асабалардың арланы, талай қыздың арман болған Саятқа бір қос соғып қойыңыздар, шанекей. Ай, бәрекелді ағайын, олай болса қазақта тамаша сөз бар. 90 тойдың тобықтай түйіні үйлену деген. Әрине ол сүннет, үй болу міндет, үй болған жастарды құттықтау құрмет. Ал осылай ұлағатыр той жасап жүрмек, еш жердің заңына жазылмаған қазақ үй дүрмек деген. Олай болса дүрмегіміз дүбірлі, жастардың тіккен шаңырағы тұғырлы болсын деп тағы бір бол соғып қойыңыздар қанекей. Ай, бәрекелді ағайын, енді мінекей төрде тұрған келіндеріңіз, қыздарыңыз мен салтанаттың жездесі боламын. Олай болса мінекей жастар, атадан жаратқанға құрметі көп, бұл күнді күткен шығар күндеділі. Мақсат бажам мінекей үйлендің ғой, үйлену пайғамбардың сүннеті деп, жарыңды аялай біл, аймалай біл, әйелге ердің басқа міндеті жоқ. Жетіңдер лайымдек армандарға, өтіңдер Мұхаммедтің үмбеті бол. Ал салтанат, кеңге салдым керегенді, көсегесі кең әйел көгереді. Ақылыңа сай болса иманыңыз, Аллам сізге бақ бермей не береді? Топырладық туа бер баланы да, домалақ анам сынды көнедегі. Қуанып атаңменен енен жүрсін, арқаға арқалыбам немерені. Күйеуі тоқал алса тоқтатпайтын, кең пейіл келіншек бол, өнегелден келеді. Бәрекелді құрметті көпшілер, мінекей осындай тамаша тойды атқарып жатқан Саят Мырза, сізге үлкен рахмет. Әрқашанда еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Рахмет.